Сәлем достар, мен сізді көргеніме қуаныштымын. Бүгін мен сізге тегін идеяны қайдан табуға болады. ChatGPT-ден бөлек қалай идеяны өзіңнен өзің от себя қалай шығаруға болатынын сізге көрсетем. Ең алдымен бұл сабақты көрмес бұрын, егер сіз осы сабақты көріп, бұдан ары қарай бірдеңені алып кетем, дальше маркетинг жағын анализ жасап зерттеймін десеңіз, сізге мен 7 сабақ дайындап қойдым. 7 сабақты небәрі 5.000 теңгеге алуға болады. Ол жерде аудиторияны анықтау, клиентіңізді түсіну, оның больдарын шығару, оның проблемаларын анықтау, оған қандай ұсыныстар айту, оған хук қандай болу керек, хук жалпы хук деген не, офер деген не, рилсіміз просмотр көбейіп, оны қалай продажаға айналдырамыз. Сол бойынша сабақ болады. Қазір осы сабақты көрсеңіздер, содан кейін өздеріңіз шешім қабылдайсыздар. Ал кеттік, сабақты бастайық. Бүгінгі сабақтың негізгісі ол интеллект карт. Интеллект карт деген біздің ойымызды дамыту. Бұны любой жерге қолданса болады. Баланың да оқуына, өзіңіздің де миыңызды дамытуға, жалпы любой жерге қолдануға болады. Бірақ біз бұны идея шығаруға қалай қолдандық, мен сол жайында көрсетейін. Бұл инструментті өзіме постоянно қолданамын. Сіздерге осы сабақ түсірердің алдында мендегі автотур намечается. Бұйырса 3 октябрь күні автотурға шығамын, Турцияға аралап қайтуға. Соған арнап өзімнің контентіме идея шығарайын деген ниетпен осы автотурды сіздерге шаблон қылып көрсетейін деп отырмын. Автотур деген кезде менде қандай ой келеді, соның бәрін осы жерге жазып шығамын. Ең бірінші бұны мен араққа жазып шығамын, сосын барып мен интеллект картқа түсіремін. Ендігі біз ойымызға сұрақты қалай қоямыз, сол айнан біз ответ аламыз. Контентке идея керек деп іздеп отырсақ, біз возможно бір ғана идеямен кетуіміз мүмкін. Сол арқылы біздің контенттеріміз просмотр жинамауы мүмкін. Енді сізге просто сол жасап жатқан мысалға продуктыңыз, мен мысалы автотурды алдым, соның бүкіл қырынан қарап көрейін. Может, соның айналасынан маған мощный идея шығар деген инструментті сөйтіп қосам. Автотур деген кезде ең бірінші келгені ол жол келеді. Жол келеді, одан кейін тағы не келеді деген кезде эмоция келеді. Автотур деген кезде кәсіп келеді, өйткені мен кәсіпкерлермен барам. Одан кейін мен ол командамен барғасын, ол жерде орта есіме түседі. Одан кейін приключение келеді. Одан кейін мысалы табиғаттарды көремін, сол табиғат келеді ойыма. Автотур деген кезде мен Елдос деп елестетем өзімді. Сосын айналамнан сұраймын. Елдос деген кезде сенде қандай ой келеді деген сұрақ қойсам, ол 5-6 жауапты беруі мүмкін. Ал ол 5-6 жауаптан уже дальше нелер туындай береді, идеялар. Автотур деген кезде тоже контент келеді, мен жол бойы контент түсірем деген сияқты. Автотурдан мен энергия алам, соны жаздым. Не только мен алам, ол турдан барлығы алады деген ойдамын. Одан кейін бізде риск. Риск, ол жерде риск көп, риск болады. Тоже идея қалуға болады. Жауапкершілік бар, жауапкершілікті қоямыз. Одан кейін білім, одан кейін рыбалка барып, мен яхтада рыбалка жасайын деген ойым бар. Енді қараңыз, біз жол деген кезде не келеді? Тоже ой керек уже. Жол деген кезде бізде машина келеді. Машина деген кезде тағы не келеді? Дөңгелек келеді мысалға. Баллон дей салшы. Баллон келеді. Баллон деген кезде не келеді? Маған диск келеді мысалға. Диск келеді. Мен уже не істеймін? Мен автотурға дайындалып жатқан кездегі идеялар келеді. Баллон алу керек, дискті дұрыстау керек деген сияқты, дискті бір тексеру керек деген сияқты. Сондай олар келеді. Енді джип деймін, жол деген кезде джип есіме келеді. Оффроуд келеді мысалға. Оффроуд ол жаңа немен жасайтын. Тур деген кезде не келеді? Маған мысалға тур агентство келеді. Агентство. Енді қараңызда, сіз осылардың бәрін айтатын болсаңыз, мысалға мен жол деген кезде чемодан келді есіме, и мен бұл жерде басқан кезде менде мынандай идея келді. Жолға шыққанда үнемі бірдеңені ұмытып кетем. Примерно осындай идея келіп тұр да, мен аудиторияма бұл автотурда мен продажа жасамайын деген ниетім болған. Сол үшін бұл жердегі идеялар, шыққан идеялардың бәрі просто өзім жайлы информация айту, мен сезімдеріммен бөлісу, мен ояқтағы қиялдарымды бөлісу, бұл чисто вайбный рилс салу үшін шығарған идеяларым. Енді мен каждый, мысалы, чемоданға бір идея шықты, и светофорға тағы бір идея, шаң деген кезде тоже идея, поезд деген кезде тоже идея. Идея деген негізі осылайынан шыға береді.
сол арқылы сіз өзіңізді миыңызды дамытасыз. Сіз уже осы нәрселерді практикада көп жасайтын болсаңыз, сіздің миыңыз на автомате осыны жасайды да, и сізге идеяларды на автомате береді. Жалпы айтқанда, мен кәсіпке барған кезде, кәсіпте разбор жасаған кезде, мен ол кәсіпкермен сөйлесіп отырып ақ, уже мен 10-20 видеоның идеясын сызып, оның кәсібінің басқа түстерін, басқа жағынан айналдырып, мен уже көріп шығам, анализ жасап шығам. Ал менің басымда ең бірінші осы схема, осы интеллект карта жұмыс жасайды. Сол үшін сізде мысалға эмоция, автотур деген кезде менде эмоция келеді. Эмоция деген кезде менде не келеді? Күлкі келеді, жылау келеді, қуаныш келеді, сезім келеді, энергия келеді, приключение, дофамин, қорқыныш. Эмоцияның түрі көп. Енді күлкі деген кезде не істеуге болады? Мысалы, күлкі деген кезде мен контенттің просмотры көп болу үшін мен бірінші күлкімен бастаймын. Эмоция. Может, мен бұрын барған турларымдағы күлкілі жағдай, күлкілі ситуация, соны айтсам, адамдар эмоциясын көбірек сезіне алады сол моменттің. Бізде сол арқылы контентімізді жүргізу. Енді келесі бізде кәсіп. Кәсіп деген кезде кім келеді? Мен не келеді ойыма мысалға? Кәсіп деген кезде кәсіпкер келуі мүмкін, табыс келеді, ақша келеді ойға, масштаб келеді, офис келеді, система, опыт, білім, риск. Қараңыздар да, уже просто бір кәсіп деген сөздің неше түрлі тұстары бар. Уже мен мына жерде сату келген кезде, уже мен Түркияға баратынмын. Түріктердің маған сатуы ұнайды деген информация айтамын. Маған олар қалай сататыны, сол жайлы мен уже мына жерде 10 рилста шығарып болады. Неше түрлі форматпен ауыстырып идеяны сәйкестендіріп болады. Енді мына жерде сату мен ана жақтағы эмоцияны барлығын араластырсам, өзі мен 100% продаж жасайтын видео шығады. Өйткені не? Барлығы бір автотурға байланысты идея болып келеді. Енді одан кейін не? Орта. Хорошо. Орта деген кезінде қайтадан кәсіпкер келеді, жиналыс келеді, отырыс келеді, таңғы ас келеді. Таңғы ас деген мен Турцияда таңғы ас ішсем, андай турецкий шай ұстап алып, шай ішсем деген уже менде сондай эмоция беретін ситуациялар келеді. Одан кейін Турцияға бұрын барған кездегі жеген тамақтарымды контентіме салып отырып, сол туралы айтып берсем, тоже идея ма? Идея. Шай, түріктердің шайы бөлек қой. Мысалы, орта деген шай. Мысалға, ертең мен сол кәсіпкерлермен барып бір жерде отырып шай ішіп отқанымды елестеткізіп аудиторияға айтатын болсам, тоже оларға тоже интересно болады. Енді идея деген осы жерден шыға береді. Одан кейін бізде приключение. Приключение деген не? Бізде эмоция келеді, идея келеді, шешім келеді, қызық, хобби келеді, рыбалка, қайық, яхта, есте сақтау, ұмытпау. Приключение ұмытпайсың ғой. Есте сақтап қаласың. Любой момент 10-20 жыл болсында сен жаңа приключениеде болған қызықтарды, эмоцияларды сенен сұраса, жаңа ғана сол жерден келген сияқты болып айтып бере аласың. Сол сияқты бұл жерде эмоциональный контентті беруге біздің духымызды оятуға күшті көмектеседі. Эмоция деген кезде мен баяғыда адамдар мысалға копейникке ақша жинайтын еді, ал қазір емес, біздің валюта эмоция. Уже мен эмоция, приключение осындай жайлы мен информацияны көбірек айта аламын, өйткені менде мына жерде идея шығып тұр да. Сол сияқты бізде идея жоқ. Кейде болады момент, басым тоқтап қалады, бір күшті бір идея түсірейін десең, идея шықпай жатады. Сол кезде на автомате мен осы инструментті қолданамын. Келесі бізде автотур деген кезде табиғат еске келеді. Табиғат еске келген кезде тау келеді, таудан кейін су келеді, теңіз келеді, идея кете береді. Соның ішінен алып келуге болады. Мысалға, аю туралы айтып келіп, автотур жайлы айтып кетуге болады деген сияқты. Тау туралы айтып келіп, автотур айтып кетуге болады. Егер сіз любой продукт сатып жатсаңыз, автотурның орнына қоясыз да, и соны жаза бересіз. Сізге осы нені берем, шаблонда, сосын қандай приложение скачать етіп алу керек екенін берем, соны скачать етіп аласыз да, көре беріңіз, жасаңыз, үйреніңіз. Қараңыз, бұны просто бірінші жасаған кезде мүмкін ойыңызға ештеңе келмеуі мүмкін, бірақ тоқтамаңыз. Біреуден сұраңыз, анадан сұраңыз, мынадан сұраңыз. Просто сұрайсыз. Автотур деген кезде бірінші ойыңа не келді? Хорошо, табиғат келді, все. Автотур деген кезде не келді? Машина келді. Осылайынан сіз дамыта бересіз. Машина келді ма? Машина келген кезде не келді ойыңа деп. Сөйтіп сұрасаңыз, каждыйынан үшеуден шығарсаңыз, сізде былай идея болады негізі.
палатка келеді мысалға, демалыс келеді мысалға. Мен өзім палаткада жатқанды ұнатамын. Бізде рыбалкаға барған кезде сондай форматтар болады. Сол кезде мен просто палаткада жатамын. Кейбіреулер енді менімен еріп барғандар жаңағыдай қасымызда қасқыр жүреді, шакал жүреді. Сол моментте олар машинаға кіріп кететіндер бар. Ал мен енді жаңағыдай қандай ситуация болса да палатка жатқанды ұнатамын. Даже мен машинамен, камерамен анау Ақтауға барып, теңіздің қасында ұйықтау үшін палаткамен сол жерге барғанмын. Бірақ ол жерде қаншама туған туысқандар бар, олар ренжіп, үйіме келіп қонбадың деген сияқты сондай мүмкін нелер болды да. Бірақ менің жүрегім қалап тұрған осы палатка. Сол үшін мен осы палатканы өстіп күшті айтып беретін болсам, менің аудиториям маған қызық қылып қарайтын еді. Сол сияқты идея деген өте көп. Ол бар ғой, жоқ емес. Просто сізге идеяңызға түспей жатыр да. Ал сіз осы интеллект карта арқылы өзіңізді дамыта аласыз. Бұл бизнесіңіздің де неше түрлі. Бизнесіңіздің атын жазасыз. Хорошо, бизнес ақша жоқ. Ақша жоқ болса қалай істеуге болады? Бизнес, маркетинг ақсап тұр. Маркетинг ақсап тұрса қалай без маркетинг ақша табуға болады? Хорошо, бизнес дегенге бухгалтерия кіреді, анау кіреді, мынау кіреді. Соның бәрін сіз қаншалықты дамытып жатсыз, қаншалықты жасап жатсыз, вот соны айтып кетсеңіз болады. Енді қараңыз, бізде Елдос уже мен баратырмын ғой. Елдос деген кезде мен қасымдағы қыздардан сұраймын. Мысалға олар айтады, Елдос деген не келеді деген кезде, ол ойына бизнес келеді екен, маркетинг келеді, стратегия, рыбалка, хобби, жалюзи. Енді хорошо, бизнес деген кезде не келеді? Дубайға барғаным жайлы айтқым келеді да. Мысалы Дубайға барған кезде мен бизнес тур жасап бардым. Ол жерде 10 адаммен барып, күшті қыдырып, демалып қайтқанымыз тоже мен контентпен айтсам болады. Өйткені не болған нәрсе, менімен еріп барған адамдар жауапкершілік менде болады. Мен оларды эмоция беруге нем бар да, уже опытым бар, жолды білем деген сияқты. Вот мен уже информацияны сөйтіп беріп сата аламын. Одан кейін рыбалкаға мен апта сайын барам да. Апта сайын барам. Ол менің графигімде. Өйткені менің өмірімнің бір бөлігі. Мен жұмыс жасап жатырмын, я бизнес жасап жатырмын, жұмыс менің бір бөлігім, отбасым менің бір бөлігім, рыбалка менің хоббиім. Возможно, охота болуы мүмкін, бірақ мен ол өмірім бір бөлігім. Мен сол жайында бөліссем, аудитория маған көбірек сенімірек қарайтын болады. Хорошо, хобби жайлы айтып кетсем, тағы мысалы Италиядағы қариялар бар екен, пенсионерлер. Олар не істейді? Өткенде жаңалықтан көріп қалғам, олар есіктің алдында ремонт жүріп жатсын, стройка жүріп жатсын, біз немес та, ол просто барады екен, бірнеше қария тұрады екен да, жаңағы строительдерге ақыл айтады екен, бана бүйтіп істе, ананы бүйт, былай бүйт деп. Соның өзін олар тренд, олардың достопримечательность сияқты болып кеткен да. Сол сияқты мен ертең қартайғанда қандай хоббиім болады деген өзім ойымда сұрақ болады. Уже бұл идеямыз кете береді. Одан кейін автотур деген кезде рыбалка келді. Рыбалка келген кезде қармақ, эмоция, жол, балық, ау, теңіз, өзен, алыс, жақын, идея кетіп жатыр. Мысалы қызыммен балыққа барғаным есіме түсіп кетті. Мысалы қармақ деген кезде қызыммен балыққа бардық, ол 2 жаста болса да, ол именно сол келген кезде бір балық түсті, ол соны шығарып алды, и ол әлі күнге дейін айтып жүр, балыққа барайық, мен балық ұстадым ғой деген сияқты. Уже оны миына бір таракан құйып жібердім десем болады, уже ол ертең өскесін рыбак болатын шығар. Балықты тоқпен аулайтындарды ұнатпаймын. Мысалға, ол менің ойым ғой, мысалы эмоция ана жерде. Соны айтып беремін да мен. Зато ешқандай бүкпесіз, қиындықсыз, тек өзімнен шыққан шынайылықты айтамын. Шаблонный эмоция, шаблонный мен ана ChatGPT-ден сценарийді құрып алып бүйтіп айтпаймын. Мен тек өзімнен шыққан нәрселерді айтамын. Сол арқылы мен аудиториямен жеңіл, жақын сөйлесетін боламын. Дальше кеттік, дальше. Вот, мына автотурға бардың, білім, айналаңды көрдің, адамдармен сөйлестің, бірге баратын адаммен білім алмастың деген сияқты. Хорошо, білім деген кезде оқу кіреді, мектеп, универ, курс, үйрену, ақыл, кітап. Негізі біз турдың рекламасын айтып жатырмық, бірақ мен осы идея арқылы оқумен салыстыру мүмкін, мектеппен салыстыру мүмкін. Мысалы, мен автотурға мектептен қызығам деген сияқты уже сондай ескі историяң, ескі сезімдеріңді оятып аласың да, и шынайы бересің. Шынайы берген кезде бізде аудитория көбірек іс-әрекетке көшеді. Осылайынан оны дальше дамыта беруге болады.
риск деген кезде тағы қандай ой келеді деген сияқты. Ал міне риск деген кезде қорқыныш келеді, қуаныш келеді, жеңіс келеді, жеңіліс келеді, сенім, қарыз, кредит, ұтылыс, бинго, ставка, казиноға дейін кетіп қаламыз ғой, в общем айтқанда. Енді қараңыз, казино барғанша автотурға бар деген сияқты ғой примерно. Артыма қарасам, адамдар маған кәдімгідей сеніпті. Анау мен Дубайда айтып отырмын да. Уже мен адамдар маған сеніпті деген сияқты сондай бір күшті бір эмоциямен сол жердегі сезімді, мысалы Дубайда жүрген сезіміммен тұрып айтып беремін. Енді энергия деген кезде не келеді? Мысалы дофамин, эндорфин, қуат, горилла. Горилла деген кезде не келеді? Горилла деген обычный горилла келуі мүмкін, или энергетик горилла келуі мүмкін. И осы соны ары қарай алып кетуге болады. Мысалы Грузияның тауына барып горилла көрсем деген ойым бар, бірақ ол жақта горилла бар ма жоқ па білмеймін деген сияқты айтсам, уже адамдар мен зацепкамен әдемі ұстап тұрады. Мысалы горилла ішесің, дизи ішесің, біреулер ішіп алып ұйықтап қалады, энергия дейді, бірақ энергия болмауы мүмкін. Ал бірақ біз турға барар алдында, турға шығар алдында бізде энергия өзімен өзін автоматик шығады. Сол сияқты чемоданный настроение деген сияқты осылай идея алып кете беруге болады. Одан кейін контент, неше түрлі контент түсіреміз, история болады, блогер болып кетуіміз мүмкін, идея келеді, просмотрымыз көбеюі мүмкін. Телефон, мысалы мен өзім iPhone 11 ұстаймын, өзім контент негізі қатты түсірмеймін. Біз рыбалка анау-мынауда жүргесін бүйтіп түсіреміз. Ал мен сонымен аудиторияға кірсем, мен 11 мен жүріп сендерге қаншама контент беріп жатырмын. Енді мен Турцияға барар алдында что-то 17 алғым келіп жатыр деп сөйтіп вниманиені аудартсам, ол уже тренд арқылы. Қазір не iPhone түсіріп жатқан, шығарып жатқан, 17 шығып жатқан уақыт солмен кіре алсам болады. Уже біз шамалы болса да вниманиені ұстаймыз. Уже идеяны көріп тұрсыз, қалай шығып жатқан. Блогер болған, мысалы мен блог жүргізбейтін тұғым, арасында сторис салып тұратын адам. Мен ертең Турцияға барсам, мен блог жүргізіп кетуім мүмкін. Мен блогер болайын деп жатырмын. Давайте достар, мен қолдаңдар деген сияқты идеялар тоже кетеді. Көрдіңіз бе, идея қайдан шығып жатыр, қалай келіп жатыр. Енді мен мына жерде бүкіл сұрағына жауап беретін болсам, бұның бәріне жауап беретін болсам, ол кезде менде бұлай мыңдаған видео, мен даже бір жылдың контентін дайындап тастауға болады. Енді представьте, сіздің бизнесіңіз дейік. Новыйдан ашып жіберейік. Новая пустая. Все, мына X-Mind'ді сізге берем. Осы арқылы сіз өзіңіз идея шығарасыз. Ең бірінші нетеміз, мысалы жалюзи. Менде жалюзи бизнесі бар. Жалюзи деген кезде не келеді мысалға? Ең бірінші терезе келеді мысалға. Одан қалды не келеді? Менде клиент, аудитория, пластик келеді мысалға. Потолок, ролл штор келеді, умный дом келеді. Осылайынан алып кете береміз. Жалюзи сататын кезде мен уже умный дом туралы айтуымға болады. Терезе туралы информация, дұрыс терезе таңда, или терезе мен жалюзinin екеуінің байланысындағы бір әңгімені айтуым мүмкін. Жалюзи мен клиенттің ситуациясын айтуым мүмкін. Пластикке орнатуға болады ма, оны айтуыма болады. Мысалы, потолокқа қалай орнату керек деген сияқты осылай идеямыз кете береді. Жалюзи деген кезде, мысалы, перде келеді, мысалы. Хорошо, пердемен екеуін салыстырғанын айта саламын. Уже идея кете береді. Мысалы, аудитория деген кезде, мысалға подписчик келеді, мысалы. Перде деген кезде кір келеді. Одан кейін жуу кіреді. Умный дом деген кезде пультпен істейма дейді, мысалы, пультпен. Осы арқылы сіз өзіңізді дамытып, на автомате сіз бүкіл сұрақтың решениесін тауып аласыз. Сабақ осымен бітті, достар. Мынау сізге күшті көмектеседі деген ойдамын. Өйткені бұл қаншама кәсіпкердің көмегін тигізіп жатыр. Енді осындай сияқты идея нақты өзімнің аудиторияма түсірем деген ойыңыз болса, менің 7 сабағыма жазылыңыз. 5-ақ мың теңге тұрады. Ол жерде анау клиенттің қай категориясынан бастап, мен кімге сатып жатырмын деген сұрақтан бастап, қандай текстпен сатамын деген сұрағына дейін жауап бердім. Сол үшін бізге жазыңыз, 5 мың теңгелік сабағымызды алып, от души көрсеңіз болады. Доступ 100% любой уақытқа дейін көре берсеңіз болады.